Өз отбасының қадірін білмейтін болсан, өз отбасының ойранын өзің шығара беретін болсан, онда өмірлерің бұзылып кетеді дейді пайғамбар айтады. Отбасымыз бар ғой, Алланың берген жары бар, әйелдеріміз бар, балаларымыз бар. Сол отбасымызды өзіміз қорғау өз қолымызда негізінде. Барып алып жоқ жерден ұрыс жанжал шығаруға болмайды. Сол отбасымыздың үстінен күліп, оларды немқұрайлылық қарап, төмен санап, осындай деңгейге жете беретін болса, пайғамбар айтты, сендердің өмірлерің бұзылып кетеді деді. Демек, пайғамбар 5 нәрсені айтты. 5 нәрсені айтып шықты. 5 нәрсеге мән бермейтін болсаңдар, онда 5 нәрсе бұзылады деді. Біріншіден айтты, білім иелерін құрметтемейтін болсаңдар, дін бұзылады деді. Екінші, басшыларды құрметтемейтін болсаңыздар, дүние бұзылып кетеді. Үшінші, көршіні құрметтемейтін болсаңыздар, арадағы пайда деген нәрсе жойылады деді. Төртіншісі, туған туыстарды құрметтемейтін болсаңдар, жалғыз қаласың деп жатыр. Ешкім сені іздеп келмейді ертең. Ертең өліңді де өзің шығарамай қаласың. Туыстар ғой марқұмды шығаратын, туыстары жуындырады, кебіндейді, артымыздан дұға қылатын да сол кісілер негізінде. Сол үшін бауырлар, олар ренжісуге болмайды. Пайғамбар ескертіп жатыр. Бесіншісі, отбасыңды ренжітетін болсаң, өмірің бұзылады дейді. Далада қаласың ертең. Құдай сақтасын, мусордың арасында боқ-мұж болып өліп қаласың сен. Сол адамдар қарасаң, бала шағасы, әйел бала шағасы бар адамдар негізінде. Бірақ сол өзінің отбасының қадірін білген жоқ. Сол нәпсіге беріліп, сол отбасының қадірін білмегендіктен ол нәрсе айырылысуға алып барды. Сөйтіп ол адамның өмірі бұзылып кетті. Оны пайғамбар ескертіп жатыр. Өздерінің отбасыларының қадірін білмейтін болсаңдар, өмірлерің бұзылып кетеді.